Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бізде қазір Кореяда түнгі сағат 12. Біз ауруханадамыз. Бүгін күніміз біздің Суон қаласында өтті. Жалпы 4 ауруханада болдық. Мынау үлкен қалалық ауруханада бір отандасымыз жатыр. Мен сіздерге таңертең осы отандасымыз жатыр, ауруханада дұға жасайықшы деп сторис салған болатынмын. Дұға жасаған жандардан Алла разы болсын. Бұл жерде Қазақстан Республикасы Атырау қаласының азаматы Пан Герман деген отандасымыз жатыр. Ол рак ауруына шалдыққан. Жағдай енді маған дәрігерлер таңертең байланысқа шығып, 6 айлық өмірі қалды деп айтқан болатын. Алайда қазір мен жарты жолдан қайттым, мінекей тас қараңғы. Келсем, уже барлық жеріне аппарат қойып тастаған. Жансақтау бөлімінде жатыр. Енді мен сіздерге бір ақпарат берерден алдын, білесіздер, барлық нәрсені көзіммен көріп, тексеріп, одан кейін ғана пост шығарамын. Жағдайы өте нашар, оны сөзбен айтып жеткізу қиын. Корея елінде ешкім жоқ екен. Жалғыз өзі, баласы бір апта болыпты. Осы әкесі ауырып жатқаннан кейін Кореяға келген. Баласы қазір іште әкесінің төбесінде отыр, дұғасын жасап, көзінде жасымен, енді оны сөзбен айтып, мен үшін сіздерге жеткізу қиындау. Отандастар, бейжай қарамай барлығымыз дұға жасайықшы. Барлық нәрсе Алланың қолында, дұғада. Алла қаласа барлығы жақсы болсыншы.